сәлеметсіздер ме ұстаздар? Сіздермен бірге ұстаздардың әдістемелік және цифрлық құзыреттіліктерін арттыруға арналған канал Сандуғаш Қадырғалиевна. Менің каналымнан ұстаз үшін заманауи цифрлық құралдармен жұмыс, креативті әдіс, стильді презентациялардың жасалу жолдарын таба аласыздар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, лайк басып, жақсы пікір қалдырып, қазақша контентті дамытуға үлес қосыңыздар. Бүгін мен сіздерге ерекше үлгідегі викторина жасау жолымен бөлісетін боламын. Бұл викторина жасаудағы әдістің артықшылықтары көп. Алдымен ол оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Біз кәдімгі 21 ғасыр көшбасшысы, своя игра деген сияқты ойындарды осыған дейін бала кезімізден бастап ойнап келеміз. Осындай үлгідегі викториналық сұрақтардан тұратын ойындарды қалай ұйымдастыруға болады? Мына жердегі басты терезеге қарайтын болсақ, бізде вертикальны бағытта ұяшықтар берілген. 100 ұпай, 200, 300, 400 ұпай, 500 ұпайдан тұратын. Және жоғарыда горизонтальны бағытта бізде әрбір бөлімнің атаулары берілген. Оның барлығын қазақшаға өзгертіп жасауымызға болады. Мына жеріне назар аударатын болсақ, түрлі түспен тең 1 дегеніміз ол топтық егер жарыстарды ойнататын болсаңыз, оған біз атау беруімізге болады. Яғни тең 1 дегеннің үстінен басатын болсақ, бұл жерде яғни изменение енгізуге болады. Мысалы, қандай да бір жүйріктер, мында біз білгірлер, мында алғырлар, 4-ші топ бізде тапқырлар болсын. Осылай етіп біз 4 топтың атауын жазып алдық. Егер сіздің сабағыңызда оқушылар 4 топқа бөлінетін болса, осылай қалдырасыз. Немесе төменгі жаққа назар аударатын болсақ, плюс және минустың батырмасы тұр. Егер сізде 3 топ болатын болса, онда минус деп азайтып тастасаңыз болады. Екеуге азайтсаңыз болады. Немесе 5 топқа бөлінетін болса, біз кішкене көбейтіп 5-ші топқа да атау бере аламыз. Атау беру үшін үстінен басамыз, тең 5 дегеннің үстінен басып өзгертеміз. Қазір біз 4 топты қалдыра берейік. Енді біз мына жерде ұяшықтар туралы айттық. Әрбір ұяшықта сұрақ жасырынады, мынау әрбір бөлімнің атауы болады дедік. Және мына жерде төменгі жаққа назар аударатын болсақ, баптаулар жүргізілетін әдеттегі настройканың белгісі тұр. Үстінен басатын болсақ, мынау бізде сұрақтардың ретін шашып тастайды. Қайтадан настройканың басатын болсақ, бізде сұрақтарды обновить етіп отырады, жаңалап отырады. Және мына жерде бізде мынадай белгі бар. Ол белгі бізде қандай да бір бізде топтар, мысалы, соңында теңбе-тең түсіп жатқан жағдайда, соңғы төменгі осы жерге, осы белгінің орнына сұрақ жасырып қойсақ болады. Яғни, қандай да бір сұрақ шығады деп елестетейік, және оның үстінен бассақ, сұрақ шығады, және оның жауабы шығады. Биология пәнінен деп алған. Енді біз қазір кейбір ұяшықтарды ашып көрейік. Мысалы, Word Capitalist деген бізде тақырып болсын. Оның ұяшығын, мысалы 300 ұпайлық ұяшықты ашатын болсақ, оқушы мына жерде қандай да бір сұраққа жауап берді. Бізде қазір бұл ағылшын тілінде жасақталынып тұр. Біз оның барлығын қазір қазақ тіліне аударып жазатын боламыз. Ағылшын тілінде сұрақ жазылып тұр. Мысалға, үстінен басатын болсақ, жауап бергеннен кейін бала жауабы шығады. Содан кейін бұл сұрақты қай топ таңдады. Мысалы, алғырлар тобы таңдаса, егер ол дұрыс жауап берсе, онда біз мына құс белгі галочканың үстінен басамыз. Ол топқа 300 ұпай беріледі және арнайы бір дыбыс шығады. Енді біз қайтадан барайық, жаңағы 300 ұпайымыз біздің екінші қайтары ашылмай жоғалып кетті басты терезеден. Енді біз, мысалы, білгірлер тобы бізде 200 ұпайлық мына тақырыптан сұрақты үстінделік. Міне, қандай да бір бізде сұрақ шықты. Міне сұрақ шықты. Сосын сұрақтан кейін барып бізде жауап шығады. Ол оқушылар бізде, ол білгірлер тобы қателессе, біз X дегенді басамыз. Арнайы дыбыс шығады. Содан кейін біз қайтып келеміз. Яғни оларға ұпай берген жоқ. Байқап қарасаңыз, ол 0 ұпайға тең болып тұр. Енді келесі. Бізде мысалы тапқырлар тобы 500 ұпайлық ұяшықты таңдасын бейіс деген тақырып бойынша. Сұрақ шықты, жауабы шықты. Яғни сұрақтан кейін жауабын тексердік, бала дұрыс тапса,
тағы да біз оған ұпай береміз. Немесе жүйріктер тобы бізде 100 ұпайлық мобис деген тақырыптан сұрақ таңдасын. Сұрақ шықты, жауап бергеннен кейін жауабын тексеретін боламыз. Ол қате жауап берген жағдайда x-, яғни бізде ол -100 ұпай болып кетті. Өйткені олар дұрыс жауап берген жоқ. Енді біз осындай сияқты үлгідегі ерекше викторинаны қалай жасаймыз? Барлығымызға да ол қызық болып отырған шығар. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз алдымен Google-ға Pripyat деп жазамыз. Осы Pripyat.net-тің басқа да мүмкіндіктерін, сабақта қолданудың ерекше мүмкіндіктерін мен алдыңғы видеороликтерімде қарастырған болатын. Егер сізге қызықтырса, сол видеороликтерімізді қарап өтсеңіз болады. Pripyat.net деген сайтқа кіреміз. Осы жерде міне Quiz Show деген бар, викторина жасауға арналған терезе тұрады. Міне Quiz Show деп жазылып тұр. Осыны біз жасау үшін Instructions деген батырманы таңдаймыз. Содан кейін осындай бет ашылады. Ол жерде Make a copy of this template дейді. This template деген сары боялып тұр. Осының үстінен басамыз. Сол кезде бізді Google таблицамен байланыстырады. Одан кейін создать копию, яғни көшірме жасау дегенді басамыз. Кейін осындай жаңа терезе ашылады. Яғни бұл жердегі категория жоғарыда тұратын, және оларда тақырыптардың атаулары. Мысалы, мына жерге біз тақырып берейік. Қандай да бір қазір мысалды қарастырғандықтан, мысалы біз бөлім 1 деп қарастыра қояйық. Бұл 2 болады. Мынау бөлім 3 болады. Сіз енді бұл жерге мен тек қана мысал ретінде бөлім дегенді жазып жатырмын. Сіз атау бересіз. Яғни мысалы мынау ғалымдар, мысалы мынау экология, мысалы мынау музыка, мысалы мынау информатика деген сияқты қандай да бір ғылымдардың 21 ғасыр көшбасында солай ойнатылады ғой, сондай сияқты, немесе өзіңіздің тақырыбыңызға, өзіңіздің пәніңізге байланысты бөлімдердің атауын беріп қарастырсаңыз да болады. Енді ол мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Содан кейін бізде 100 деген бар. Ол 100 ұпайлық, 100 дегеніміз 100 ұпайлық сұрақ. Яғни бөлім 1-дің 100 ұпайлық сұрағы. Қазір мен үлкейтіп көрсетейін. Яғни қарайтын болсақ бізде міне 100 деп тұр. 100, сосын Q-дің белгісі тұр. Ол 100 ұпайлық сұрақ. Бірінші бөлімнің 100 ұпайлық сұрағы дейді. Сол жерге біз өзіміздің үстінен бір рет чертеміз тышқанмен, сосын сұрағымызды енгіземіз. Өшіріп тастаймыз мыналарды. Сосын біз сұрағымызды енгіземіз. Мысалы, қазір мен мысал ретінде қарастырып жатырғандықтан сұрақ 1 деп қана қоямыз. Сіз өзіңіздің сұрағыңызды енгізесіз. Келесі, оның астында, 100-дің астында оның жауабы тұрады. 100A, 100 answer деген сөз. Мысалы, сұрақ 1-дің жауабы мысалға қарастырғандықтан біз жауап 1 дейік. Сіз 100Q дегенге өзіңіздің сұрағыңызды енгізесіз, 100A дегенге осы сұрақтың жауабын енгізесіз. Мен енді мысалға алып жатырмын. Дәл сол секілді, екінші бөлімге де біз сондай сұрақ 1, одан кейін мына жерге жауабын жауап 2 деп енгіземіз. Жауап 2. Мына бізде сұрақ 2 болады. Және сол секілді мына жерге де біз сұрақ 3, және мұнда біз жауап 3. Сіз өз сұрақтарыңызды алдын ала дайындап алсаңыз, өте оңай. Осылай барлығын біз енгіздік. Енді сіздер қарайсыздар. Төменгі жақта 300, 400, 500 ұпайлық сұрақтар бар. Мысалы, мен бөлім 3-ке 500 ұпайлық сұрақты енгізіп кетейін. Бірақ мен қазір сұрақ 5 дей саламын. Сұрақ 3 дей саламын. Мысалы, сіз енді сұрағыңыздың күрделігіне қарай енгізетін боласыз. Жауап 3 дей саламын мен. Сіз 500 ұпайлық, яғни күрделілігі жоғары сұрақ қоясыз. Осы бөлім бойынша бөліміңіздің және атауын қоясыз жоғарыда. Енді барлығын осы барлық сұрақтарымызды, жауаптарымызды енгізіп болғаннан кейін, жаңа айттым мен, қандай да бір бізде топтар кей жағдайларда тең түсіп жатады да. Ондай жағдайда біз қай топтың орын алатындығын шеше алмай жатамыз. Осы кезде бұл платформаның мүмкіндігі өте зор. Яғни мына жерде biology деп тұр. Мен қазір үлкейтіп алайын. Міне осы жерге қарайтын болсақ, кәдімгі біз міне
қарайтын болсақ, қандай да бір осы жерге мысалы қосымша деп қоя қояйық. Біз қосымша енді жаңағы ұпайы тең түсіп қалған жағдайда оның жаңағы қайсы топтың білгір екендігін анықтау үшін осы функцияны пайдалансақ болады. Мысалы, мына жерге қосымша сұрақ дей саламын мен. Қосымша сұрақ 1, қосымша сұрақ жай ғана, мынау қосымша жауап. Міне, осылай енгіздік. Барлығын өзіңіздің пәніңізге сай енгізіп шықтыңыз. Болғаннан кейін барлығын осының қазақ тіліне енгіздіңіз. Яғни 200 ұпайлық сұрағыңыз болса, мында енгізесіз мына бөлім бойынша. Мысалы, 300 ұпайлық сұрағыңыз мына бөлім бойынша барлығын алдын ала дайындап алуыңыз қажет. Негізі бұл көп уақытты алмайды. Ең бастысы сіздің сұрағыңыз дайын болса болғаны, көп болса бұл 10-12 минутты алуы мүмкін. Енді оны болғаннан кейін файл деймізде, сосын бөлісу, опубликовать дегенді басамыз, сосын интернетте жариялау, опубликовать в интернете дегенді басамыз. Содан кейін осы жерде жасыл түсті жариялау деген шығады. Соны басамыз. Басқаннан кейін окей дегенді басамыз. Содан кейін бізге осындай үлкен ссылка шығарады. Осы мышканың оң жағын басып копировать деп аламыз. Кейін біз жаңа вкладка ашамыз интернеттен, браузерден. Сосын сол браузеріміздің іздеу жолағына жаңағы ссылкамызды әкеліп ставить етіп қоямыз да, пернетақтадан Enterді басамыз. Сол кезде біздің міне сұрағымыз шықты. Біз мына жерге изменение енгіздік, және мына жерге өзгеріс енгіздік, және біз мына қосымша деген жерге өзгеріс енгіздік. Сіз мынаның барлығына өзгеріс енгізіп алғаннан кейін бір тексересіз осы жерде. Егер дұрыс болған жағдайда жоғарыдағы get the link here дегенді басасыз, осы жерде сілтеме шығарып береді. Осы сілтемені сіз ұстаз өзіңіз енді қандай да бір чат ашық қойған шығарсыз, группа, қандай да бір дипломдарыңызды салып отыратын, жоғалып кетпес үшін аттестацияға барған кезде. Сол жерге мына сілтемені сіз жіберіп қойыңыз. Мысалы 6-шы сынып деп жіберіп қойсаңыз, жыл бойы осы 6-шы сыныпты әр оқу жылында пайдалана беретін боласыз. Ең бастысы мына сілтемені жоғалтып алмауыңыз керек. Осы сілтемені басасыз. Басқаннан кейін міне бізде викториналық сұрақтарымыз дайын болды. Мына жерде біз жаңа сұрақ атауымызды, топтардың атауын енгізіп, қайтадан өзгертіп алсақ болады. Сосын, міне, мысалы, бірінші топ бізде бөлім 2-нің 100 ұпайлық сұрағын таңдасын. Сұрақ 2 шығады бізде. Жауап болғаннан кейін тексереміз. Жауап 2 шықты, яғни жауап. Ол бізде дұрыс жауап берді, демек оған ұпай береміз деп галочканы бірінші топтың баса қоямыз. 100 ұпай оған келеді, қазір қарайық. Міне, 100 ұпайды бірінші топ иеленіп кетті. Жаңа біз өзгеріс енгізген ұяшықтарымызды тексеріп жатырмыз. Біз бөлім 3-тің 500 ұпайлық сұрағына сұрақ енгізген едік. Мысалы, 4-ші топ соны таңдай қойсын. Сұрағымыз шығады. Жауап бергеннен кейін тексереміз. Өте дұрыс жауап берді деймізде, 4-ші топтың ұпайына 500 ұпайды береміз, бізде жойылып кетеді. Келесі бізде, мысалы, 2-ші топ бізде қандай да бір сұрақты таңдасын. Енді біз көп ұяшықтарға біз сұрақтарымызды енгізбеген едік. Мысалы, 1-ші бөлімдегі 1-ші ұяшыққа енгіздік. Сұрағымыз шықты. Жауап бергеннен кейін топ жауабын тексереміз. Жауабымыз дұрыс жауап бермеді десек, X-ті басамыз, 100 ұпай болып қалады. Енді ол 3-ші топ тағы да мысалы басқа бөлімнің сұрағын таңдайтын болса, мысалы бейстің 300 сұрағын таңдады делік, сұрағымыз шықты, жауап бергеннен кейін тексердік. Егер ол дұрыс болса береміз біз 3-ші топқа, бірақ олар қарасаңыз 300 ұпайлық сұрақты таңдаса да ол 200 ұпайға ие болды. Неге? Өйткені ол мана 1-ші бөлімнің 1-ші сұрағының 100 ұпайына ие болмай қалғандықтан, ол автоматты түрде алып тастаған болатын ұпайын. Осындай міне автоматты түрде жүйе өзі есептеп беретін, балалардың қызығушылығын бірден аударатын осы ойынды сіз өзіңіздің сабағыңызда пайдалануға кеңес беремін. Бұл ешқандай да бір балаларға приложенияларды, яғни қосымшаларды жүктеуді талап етпейді. Оқушылар осы викторинаны үнемі
сабақта қолданатын болсаңыз, көп ақпаратты оңай түрде есте сақтап қалуға көмектеседі. Бұл енді онлайн ойын болғандықтан оны дайындауға сіздің уақытыңыз кетпейді, шаблонды дайындауға уақытыңыз кетпейді, тек қана сіз сұрақтарыңызды ғана енгізіп отыра беретін боласыз. Енді бұл жерде тек қана сізге интерактивті тақта болса болғаны, және осы жерде біз жаңа топ бізде теңбе-тең түсіп қалған жағдайда мына батырманы басамыз дедік. Міне қосымша бізде сұрақ қарастырылған, екі топтың жаңағы қайсы жеңгенін анықтау мақсатында. Біз осыны таңдайды, қосымша топтар екеуінің қайсысы бірінші жауап береді, соған біз ұпай береміз. Сонда қай топқа ұпай осылай бере саламыз. Мысалы, бірінші топ жауап беруі мүмкін. Солай етіп біз жеңімпаз топтарды анықтауымызға болады. Меніңше бұл сіздің сабағыңызды 100% мақсатыңызға жетуге көмектесетін ерекше әдіс деп білемін. Өйткені балалар ойын форматындағы сабақтарды өте жақсы көреді. Өзімнің практикамда оны қолданып жүрмін. Сондықтан сіздерге өз сабақтарыңызда қолдануға кеңес беремін. PrePT платформасының мүмкіндіктерін көбірек пайдаланыңыздар. Кәделеріңізге жарасын. Егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, менің YouTube каналымды келіп, басқа да әріптестеріңізге бөлісуді ұмытпаңыз.